Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен мантының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл мантының ерекшелігі қамыры әрбір мантының листіне жабысып қалмайды, жеке дара болып шығады. Қанша арасы тығыз болса да, жабысып қамыры езіліп кетпейді. Мен мантының тестасын үнемі осы рецептпен жасаймын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, үйде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ең алдымен бізге мантының тестасын дайындау үшін 450 грамм жылы су, 1 ас қасық тұз, 1 жұмыртқаны салып, тұз ерігенше араластырамыз. Бір килограмм ұнымызды 2 бөлікке бөліп, ешқандай комок қалдырмай жақсылап илейміз. Үйленіп болған қамырымызды бетін жауып, 10-15 минут тұндырып қоямыз. 10-15 минуттан кейін қайтадан қайтарамыз қамырымызды. Сол кезде бір тегіс керемет мантының тестасы шығады. Тағы да бетін жауып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Дәл осы тестамен бір мантоварка тола манты шығады. Мантының начинкасына әркім өз қалауынша жасайды. Мен дәл осы тестаға 1,5 килограмм асқабақ, 500 грамм пияз, 1 кило тартылған ет және тұз бен бұрышты қосып жақсылап араластырамыз. Начинкасына аздап сұйық май құйып жіберсеңіздер, дәмдірек болады. Енді тестамызды 2 зуалаға бөліп аламыз. Ары қарай барлығы видеода толық көрсетілген. Сіздерден өтініш, мен 1000 подписчиктен 10.000 подписчикке жетуге алдыма мақсат қойдым. Жай ғана көріп кетпей, каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен мантының қамырын жұқалау етіп жаямын, сіздер де солай жасаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер, барлығы түсінікті.
Осындай сүйкімді мантыларымыз дайын болады. 45 минут мантоваркада пісіріп аламыз. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы ас болсын.